нәрестенің табаны мен желкесінен сүйуге болмайды. Бұл бала өскенде үйде отырмайтын, дала кезіп жүретін кезбе болмасын деген сенімнен туындаған. Мұның сыры неде? Мұндай наным сенім қайдан келіп шыққан? Тереңіне үңіліп түбірін қазатын болсақ, әртүрлі аңыздар, бәлкім ақиқаттан да алыс емес шыға келеді. Егер жас сәбидің желкесінен сүйсен, бала өскенде тіл алмайтын қырсық болады, кесірлігі артады деп сенеді. Бұл орымның шығуы сәбидің жүзі иілмесін, жоғары қарап тұрсын деген ниеттен шыққан. Ал табанынан сүйме дегені, бала өскенде үйде отырмайтын, дала кезіп жүретін кезбе болмасын деген сенімнен туындаған. Бір жағынан табанынан сүйемін деп, кішкентай сәбиді төбесімен жерге құлатып алу қаупінен жазымнан сақтандыру болса керек. Аңыз, ертеде ұзақ жылдар бойы бала сүйе алмай, бір перзентке зар болған әйел болған екен. Алладан жалынып бала сұрап, жалбарынып күні-түні перзент сұрапты. Арман тілегі қабыл болған әйелдің құрсағына бала бітіп, қуанышы қойнына сыймайды. Соншама жыл зарығып күткен сәбиі де айы күні жетіп, аман есен өмірге келіп, ата-анасын қуантыпты. Туған ұлын жерге көкке сыйғызбай, қолына ұстап, өзіне де қоярға жер таппапты қуаныштан. Қатты жақсы көргені сонша, күні бойы бетіне қарап өбектеп, өппеген жері қалмайды. Сәбидің табанынан сүйсе, шықылықтап күлгеніне шаттанып, анасы да табанынан сүйе береді екен. Бала өсіп, ер жетіпті. Бірақ ер жеткенде анасының үмітін ақтамапты. Үй бетін көрмейтін кезбе қаңғыбасқа айналып, анасын тағы зар жылатып, құсада қалдырып кетеді. Бала сөйтіп, әр жерде қаңғып жүріп, қаза табады. Баласын аңсап зар жылаған анаға ұлының мүрдесі жетеді. Сонда баласынан безінбеген, сарғая күткен анасы соңғы сапарға шығарып салатын кезде де табанынан сүйіп қоштасқан екен деседі. Табанынан сүйме деген тыйым осыдан қалса керек. Егер сәби кезінде шетінеген бала болса, оны жер қойнына тапсырардың алдын анасы баласын табанынан сүйіп қоштасатын үрдіс ел арасында бар. Сондықтан халық даналығы тыйым салынғанды жасамау керек. Ырымға сенбесе де құрметтеу керек деген болатын.